келісіміне скриндеп салғаным сияқты, Марко Рубио айтты. Бұл біздің тыныштық, бейбітшілік үшін жасаған өте сәтті келісіміміз болды. Енді доп Ресей жақта деді. Яғни допты тептік деді. Енді сен қалай доп ойнайсың? Ол Ресейдің қолында деді. Ал Ресейдің думасындағы әсіре соғыс құмарлар бірден ойбайлап кетті. Бұл ойбайдың артында да орыстардың мінезін жақсы түсінетін қазақтар бірден біліп тұр. Оларды ойбайла деп Путин бас иземей, олар сөйлемейді. Әкесі тұрып ұлы сөйлегеннен без, шешесі тұрып қызы сөйлегеннен без, Путин тұрып сөйлеген думаның депутатынан без деген мақал бар ғой. Тура сол сияқты. Ресейде де Қазақстанда да президенттің бас изеуінсіз ондай маңызды мәселеде бір депутат өз көзқарасын айта алмайды. Ол Еуропа емес, ол Америка емес. Америкадағы депутаттарын керек десе президенттің жағасынан ала береді. Ал Ресей олай емес. Ендеше бұл думаның адамдар, ойбай, 30 күн соғыс тоқтатсақ, біз жаңа Украинаға қару жарағын молайтып алатын, күшін нығайтып алатын, тынығып алатын орай береміз. Олар әскери саласын реттеп алады. Сондықтан біз алаяқтыққа келіспейміз дейді. Бұл думаның аузымен айтып отырған Путин. Енді қазір Рeuters'ты қараңыз, New York Times'ты қараңыз, Washington Post'ты қараңыз. Бәрі солшыл, әсіре солшыл глобалистердің медиасының өзі Путин енді не істейді деп отыр. Путин ашық қарсы тұрса не болады? Онда Трампқа тіке бет бермеген болады. Ал Трампқа бет бермесе, Трампты сыйламаған болса, онда ызақор шал басы көзің демей төмпіштеп ала жөнелуі әбден мүмкін. Енді Путинде сондай қошқанақ бар ма? Путинде ондай қошқанақ жоқ. Ал Путин Трамптың осы 30 күндік келісіміне қол қоя қойса, онда бұл әлгі супер державаның супер патшасы болған мәртебесінен айырылып қалатын сияқты. Яғни Трамп айтты, Путин мақұл деді деген сияқты. Сондықтан Путин қазір бейне назданып отырған қыздар ұқсап. Я деп айтпайды, не жоқ деп айтпайды. Не ясы жоқ, не жоғы жоқ, кәдімгі назданып отыр. Шымкенттің бір қызын, Шымкенттің бір жігіт алып қашан пәлен күні ауылдың шетіне шық десе, не шығам демейді, не шықпайым демейді. Ана жігіт жолдастарын үй үшін дайындап алып қашам деп алып қаша алмай отырған сияқты. Путингүл қазір назданып Трампқа жауап бермей отыр. Бірақ Трамп шалың да оңай емес. Бір ауыз сөзді айтып қалды. Оған айтты: егер Путин бұл келісімге қол қоймасашы дейді. Путин айтты, оның басқа мүмкіндігі жоқ деді. Трамп айтты, оның басқа мүмкіндігі жоқ деді. Зеленскийдің қолында да, Путиннің қолында да ойнайтын карталары таусылды деді. Бір. Екіншіден Трампқа, егер Путин қол қоймасашы деді. Трамп айтты, онда санкцияның әкесін көрсетем деді. Тозақтың санкциясын. Бұл жерде хел деген сөзді айтады. Мен оған тозақтың санкциясын көрсетем. Ресейдің экономикасы күйрейді. Ресей тасталқан болады деді. Бұл Трамптың өз сөзі. Енді осыдан ақ ойласаңыздар, Трамп ойбай, Путиннің адам екен деген әлгі жалақор бәлеқорлар. Қазақстандық КГБшник, әне бір шал бар ғой, шетелде жүрген. Сол КГБшник ойбай, ол Путиннің адам екен, оның аты пәлен екен, кім еді? Краснов екен дегенде бүкіл қазақ тілді желін ашқаннан ұялдық қой. Қазағың ауылында отырып алып, әшейін бәрі мұна Американың ақ үйінде отырған адамды Путиннің шпионы дейді. Сонда Путин не деген құдіретті? Осы Путинді Ресейдің КГБ-сын сондай құдіретті деп жаңағы табынып кеткен қазақтардың сөзді. Әлнұр Мұсайып деген бір есек басы айтты. Ол да екі қолы қанға малынған КГБшник еді. Сол менің де күйіп қазақтарға айтқаным бар. Шпион ұстағыш бұзыңдар, шпионның үлкен Ақордада отыр ғой. Парламентте отырғанның қайсысы Ресейдің шпион емес? Айдос Сарым, Абзал Құспаннан бастап. Сондықтан міне жердегі әңгімені қара. Екіншісі, қалай 30 күндік келісімге келді, Трамп бірден әскери көмекті қалпына келтірді. Міне, Полшада тоқтап алды, Полшаға жетіп, арты Германияда, Еуропаның басқа елдерінде тұрған Американың әскери қару жарағы Украинаға жөнелтілді. Зеленскийге берілді. Бұл бір. Енді ең маңыздысы интелшер, яғни Американың ақыл парасаттық кеңестік көмегі тоқтап қалған.
соны қайтадан іске қосты. Енді Америка бүкіл өзінің барлаушы спутниктерінен көрген, білген, бақылап отырған бүкіл ақпаратын Украинаға беріп отырады. Ол деген сөз Ресейдің қай портынан қай кеме шықты. Ресейдің қай қару-жарақ қамбасынан қанша зымыран, жер асты туннелдер арқылы алдыңғы шепке қарай жылжи бастады. Ресейдің қанша әскери техникасы қай жаққа қарай жылжыды. Осының барлығы тұр. Керек па? Олардың барлау қызметі Ресейдің бүкіл телекоммуникациясын тыңдап отырған ақпаратының барлығын жеткізеді. Демек, Украина Америкадан әскери көмекті бір алды қайтадан, жоғалтып алып қайтадан алды. Екіншіден, енді Американың ақылдық көмегін қайтадан алып отыр. Бұл өте үлкен нәтиже.